Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сендермен 5-ші сыныптың жұмыс дәптері 24-ші бетіндегі жаттығуларды талқылайтын боламыз. Яғни бұл 3-ші бөлімнің соңғы тақырыптары. Vocabulary, яғни сөздіктерді жазамыз. Көпше түрде жазу керек. There are 20 in this village, яғни бұнда 20 отбасы бар. Ережені ұмытпаймыз. Екінші тапсырмада бізде Are there any old in your country? Яғни о жерде ескі қалалар бар ма? Көпше түрде жазу керек. Үшінші тапсырмада Қостанай әнді талдалған interesting. Қостанаймен талдалған қызықты қалалар. Тоже ережені ұмытпаймыз. Төртінші, There are 10 in my drama class. О жерде 10 бала бар. Бұл children жаттап алыңыздар. Child жекеше түрі, children көпше түрі. This clothes are for babies. Яғни бұл киімдер балаларға арналған. Бұл да ереже. Person, яғни жекеше түрде, көпше түрде people болады. Бұл да тоже жаттап алуларыңыз керек сізде. Яғни спорт центрда өте көп адамдар бар. Сара, Анды, Жейн. Олар танымал, UK'де танымал әйелдер. Women көпше түрде тоже мына жердегі А әрпін көпше түрде Е әрпіне өзгертесіздер. Жаттап алуға өте оңай. Яғни өздеріңіздің білімдеріңізді көрсетесіздер, мына жерде бояйсыздар. Мен оны істемей қояйын. Екіншісі reading, яғни оқисыздар. Complete the sentence, яғни жаттығуды толтырыңыздар дейді. The fantastic new, яғни food is very good. Яғни мұнда restaurant деп жазамыз. Әр бізде тұр. Restaurant. Тәрпіде тұр екен, соңғынан жазбай қояйын. Осылай тұра берсін. Бұл магазин өте қымбат. Shops. Sometimes the film starts in the үшінші тапсырмада кафелерде болады. Голливуд. Ирландия isn't a good choice for film fans. There isn't a cinema. Былай жазайық. Бесіншіде In this quiet village there isn't a. Бұл өте тыныш ауыл, яғни бұл жерде диско жоқ. The village isn't near noisy, яғни бұл ауылдың қасында нелер жоқ. Шулы аэропорт жоқ дейді. Airport деген жазамыз. Airport. Әрмен тұтыр екен.
мына жерде қате болып кеткен сияқты. О әрпімен. Аэропорт. Осымен екінші тапсырмамыз аяқталды. Үшінші тапсырмада complete the sentences with the words in the box. Яғни мына жердегі жақшада тұрған сөздерді мұнда қойып шығамыз. There is some cheap shops here. Мұнда арзан дүкендер бар. Яғни бізде бұл көп жерде тұр. Қоямыз. Екіншісі there is a good cafe. There isn't. Бұл жерде жақсы. Бұл жерде ресторан жоқ, бірақ жақсы кафе бар. Isn't. There are any quiet places in the city. Үшінші тапсырмада aren't, яғни бұл жерде тыныш орындар жоқ. Aren't. Төртінші тапсырмада the new school near here. Бұл жерде, жақын жерде жаңа мектеп бар. Is. Өйткені ол бізде біреу. There aren't discos in my city. Менің қаламда дискотека жоқ, яғни any. Алтыншы тапсырмада there are noisy streets in New York, яғни Нью-Йоркта шулы көшелер бар дейді. Алтыншы бізде some, бірнеше. There is a new cinema near the airport. Аэропорттың қасында жақын жерде жаңа синема бар, яғни жекеше түрде тұр. Әрпін қоямыз. Осымен біздің үшінші тапсырмамыз аяқталды. Төртінші тапсырмада, яғни vocabulary and listening, тыңдап отырасыздар да, қайсы екенін қоясыздар магазиндер туралы. Бірінші бізде shoe shop, яғни аяқ киім дүкені. Екінші бізде pet shop, жануарлар дүкені. Үшінші бізде киім дүкені, clothes shop. Төртінші бізде аптека. Бесінші бізде доп, яғни доп. Sports shop. Алтыншы бізде газет, яғни news agent. Осымен бүгінгі талдаған тақырыбымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса комментарий қалдыңыздар, лайк басыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.